Бесінші серия. Үшеуі көлікте кетіп бара жатыр. Моллиді кім өлтірді деген сұрақ туындайды. Жолда Ричард көлікті тоқтатып, итті босата бастайды. Үйдің иесі ұрсып келіп еді, Ричард оны бір соғады. Сосын мойнына қарғы бау кигізіп, мынау саған жарасады деп итті алып кетіп қалады. Үшеуі көлікке отырғаннан кейін Ричард жаңа көлік керек деп қалады. Артынан ол өзіне жаңа көлік алады. Жолда қаншама сиырлар жүрген жерге тоқтайды. Осылайша кетпек еді, сонда аяғына өсімдіктің қалдығы жабысып қалады. Дәл алдындағы Хабблдың аяқ киімінде болғандай екен. Кейін ол полиция бөлімшесіне келеді. Қараса, Росконың көлігіне жазу қалдырып кетіпті. Бұны кім жасағанын түсініп қояды. Кафеде отырған мэрдің баласына жетіп келеді. Қасында жиені отыр, және тағы да бір жігіт отыр екен. Ричард Кей-Джейге қарап, сен қандай еркексің дейді. Әлгісі түсінбей тұр. Сонда Ричард, мен түсіндім, сен қорқақ еркексің. Тек қана әйелдерге ғана күшің жетеді екен дейді. Арада бір-бірімен төбелес болып кетеді. Оскар мен Роско жетіп келеді. Басқа бөлмеден Клайнер де жетіп келеді. Ол ашулы. Мына кісі келгеннен кейін қаламыз тыныш емес дейді. Оскарға қарап, тез арада бұны алып кетіңіз дейді. Оскар болса, сіз маған бастық емес, бұйрық бермеңіз деп қалады. Сосын ол Роскоға, Ричарды далаға шығар дейді. Ричард мен Роско екеуі далаға шығады. Бір кезде Роскоға бастығы қоңырау шалады. Сіз менің бұйрығымды орындамапсыз деп жұмыстан шығарып жібереді. Оған Роско ашуланады. Артынан Оскар да келеді. Роско болса Оскарға бәрін айтып береді. Мені жұмыстан шығарды дейді. Бұлар бәрі енді не істейміз дейді. Ричард болса Джоның қалдырып кеткен жұмыстарын аяқтайық дейді. Оған Оскар, ғалымдар әлі жолда келе жатыр. Не істейміз оны дейді. Ричард сонда Роскоға қарап, ендеше бастық Грейдің қалдырып кеткенін қарайық дейді. Роско болса ол ештеңе қалдырмады деп қалады. Сонда Ричард, мүмкін қалдырған шығар. Дұрыстап қарайық дейді. Олар Росконың үйіне барады. Бір қорапшаның ішін қарайды. Шынымен ештеңе жоқ. Сонда Ричард қорапшаның басқа жақтарын ақтарып қарай бастайды. Сөйтіп бір пернелерді тауып алады. Оны басқан кезде кілт шығады. Мәссаған деп таңғалады. Енді олар сол Грейдің қалдырып кеткен заттарын аттанады. Ол әлгі шаштарыс шалдың жұмысында екен. Шалдың есімі Мосли. Бұлар кілт арқылы сандықты ашады. Ішінде Роскоға қалдырып кеткен жеке кітапшасы бар екен. Сонымен қатар ол жерде сол Клайнерге қатысты құжаттарды бар еді. 116 бас қарамал сатып алып делінген. Ричард таңғалады. Неге 116 дейді? Сонда Роско, менің аталарым үйде мал ұстады. 120 бас қарамал болғанда, олар үкіметке есеп берді дейді. Сонда Ричард, міне, көрдіңіздер ме? Ол әдейі 120-ға жеткізген жоқ. Есеп бермес үшін деп қалады. Неге дәл осы қаланы таңдады екен деген сұрақ талқылайды. Сонда Ричард картада сызық жасайды. Маргарет деген қала еді. Оның тұрған жері де ыңғайлы. Жан-жақтан тауарлар келе алады. Жалған ақшаларды осылайша тасымалдай алады. Олар полицияның көзіне түспейді дейді. Бірақ осы істі жақсы қазбалап келе жатқан осы Грей еді. Роско болса құжаттарын қарап тұрып, олар оңбағандар оны өлтірді деп қалады. Ол далаға шығып кетеді. Артынан Оскар мен Ричарды шығады. Бір кезде Ричардге әлгі Ниле оқушысы байланысады. Кездесетін жерді айтады. Бір жасырын еді. Тек қана оны Ричард ғана біледі. Сөйтіп ол өз жалғыз Нилемен кездесуге барады. Ричардың инстигі бойынша ол адамдар аз жерде кафеде отыру дейсіз. Сөйтіп солай оқушысын тауылады. Неле болса әлгі зерттеп берші деген үш адамды айтады. Үшеуі де ғалым ұстаздар еді. Джимми дегенді атып тастапты. Оның үстінде алдындағыдай ұрып тастаған ғой. Ричард болса менің ағамды да солай жасады дейді. Әрі қарай зерттеуді қарастырады. С моим братом тоже сделали. Джасперге Роско келеді. Ол көмек сұрайды. Алдыңғы өлген Грейдің денесін компьютерден қарайды. Роско болса оны есеп кітабында өзін өлтірді деп жазды. Ал сен біреу оны өлтіріп кетуіне сенесің бе дейді. Джаспер болса мен ол жайлы тіпті ойламаппын дейді. Роско сонда суретті жақындатшы дейді. Жақындату арқылы олар соққының орнынан іздерді көреді. Джаспер болса бұл бриллианттың ізі дейді. Ричард мен Ниле екеуі қаланың тұрғындарымен сөйлеседі. Бұл жақта не болып жатыр дейді. Сонда балық аулап жатқан кісі, біреулер келді де тонна қоқысты суға лақтырды. Бәрі быт-шыт болды енді дейді. Белгісіз біреулер костюмді келіп жүр деп қалады. Әр жақта Роско болса бастығы Гробел Тилді бір береді. Оңбаған сен оны өлтірдің дейді. Себебі біз көргендей Тилдің қолындағы таяғының басында бриллиантқа ұқсайтын шыны бар. Оскар жетіп келіп Росконы алып кетеді. Сосын жолда ұрсады. Сені уақытша енді басқа жақта ұстай тұрамын. Олар сені іздейді дейді. Ричард мен Ниле екеуі ақпарат білетін екі полиция қызметкерлерімен кездеседі. Ал олар болса осы ақпаратты айта алатын бір жігітке барады. Сонда ол не білетінін айтып береді.
Мен бір кісі туралы білемін, бірақ атын білмеймін. Жұрт оны викинг деп атайды дейді. Бар білетінім осы деп қалады. Содан кейін бұлар кетіп қалады. Bir кезде жолда бір қызметкер екіншісіне қару тақайды. Мені олар мәжбүрледі, кешіріңіздер дейді. Ол әріптесін атып тастайды. Сосын арттағы Ричард мен Нилеге сендерді асықпай өлтіремін, уайымдамаңдар дейді. Сонда Ричард арт жақтан орындықты тебе бастайды. Олар суға құлайды. Көлікке су кіріп жатыр. Әлгісі болса мені құтқарыңдар деп сұрайды. Сонда Ричард, сен тірі шықсаң, сенің бізге ақпарат айтқаныңды бастықтарың біліп қояды. Олар сені өлтіреді, одан кейін отбасыңды өлтіреді дейді. Мына қызметкер көлігінде солай суға тұншығып қалып өледі. Ал Ричард мен Нил екеуі судан сыртқа шығады. Ал енді Оскар болса түнделетіп Клайнердің фирмасына кіріп кетеді. Сосын бірдеңе тауып аламын ба деп ойлап қарастыра бастайды. Солай ол Клайнердің кабинетіне кірсе, оның өлі денесі орындықта жатыр. Оскар шошып кетеді. Осылай 5-ші сериясы бітеді. 6-ші сериясы. Келесі күні Оскар қалғандарына суретті көрсетеді. Клайнердің өлі денесі еді. Енді басты күдікті адам өлді. Одан сайын бастар қатады. Олар енді бастықтарын ауыстырады. Осы кезде біраз қателіктер болуы мүмкін. Сол сәтті байқауымыз керек дейді. Оскар болса басқа көлік керек. Менің көлігімді біледі. Сенің көлігінде жарамайды дейді. Ричард сонда мен тауып алам деп қалады. Bir кезде Оскарға бастығы хабарлама жібереді. Олардың барлығы бөлімшеде Клайнердің өлімін талқылауда. Bir кезде Оскарда түк болмағанда келеді. Қай жерден телесің таптыңдар дейді. Артынан Кей-Джей келеді. Ол ашумен Оскарға атылады. Сендер оны кінәлі дедіңдер. Ал енді ол өлі. Оңбағансыңдар дейді. Гровел Тил болса Кей-Джейге кабинетіме бар дейді. Ал Оскарға қарап, уақытша ешқандай іске араласпа. Бұл іспен басқалары айналысады дейді. Я тебе помогаю. Отдохни пока. Я тебя вызову, если что. Ричард болса көлік жөндейтін жерге келіп, көлігін тастап кетеді. Бояу керек дейді. Уақытша мінетін көлік керек деп ақша көрсетеді. Қызметкер кісі өзінің көлігін көрсетеді. Осымен жүре тұрыңыз дейді. Оскар болса Мослимен әңгімелесіп отыр. Bir кезде осы жерге Ричард көлікпен келеді. ФБР агенті болса Чарли тығылып отырған үйге келеді. Сіздерге енді уақытша Роско қарайды дейді. Роско осыларға келеді. Чарли мен балалары қорқып жүр. ФБР агенті болса оларға қарап, есікті ешкімге ашпаңыздар. Бірдеңе болса хабарлама жіберіңіздер дейді. Ричард мен Оскар осы кезде фирманы сырт жақтан бақылайды. Уақыт бар еді, сондықтан екеуі өздері туралы әңгімелеседі. Ричард болса әскери қызметтен кетіп қалған айтады. Ал Оскар болса өзінің әйелінің баяғыда қайтыс болған айтады. Она умерла, а я не могу снять кольцо. Ты не рассказывал. Я лишь сказал, что ее зовут Шерон. Сол үшін де осында көшіп келдім дейді. Сөйтіп екеуі сөйлесіп отырғанда Клайнердің жерін байқайды. Ол жүк көлігіне отырып, бір жаққа жол тартады. Бұлар соның артынан еріп кетеді. Роско мен Чарли әңгімелесіп отыр. Bir кезде Роско сырт жақтан жарықты байқайды. Біреулер жүр дейді. Ол Чарлиге қарап, мен қазір қарап келемін. Сендер осында болыңдар. Менің айғайлаған даусымды естісеңдер, бірден орманшыға қашыңдар дейді. Роско солай орманның ішімен әлгілерді байқайды. Шынымен осы Чарлилер үшін келіпті. Bir кезде олар Росконың осында екенін көріп қояды да, оны қуа бастайды. Роско болса Чарлиге айғайлап ескертеді. Осылай бәрі қаша бастайды. Жолда Роско тоқтап әлгі бандиттарды атып құлатады. Ричард мен Оскар екеуі бір жерге тоқтайды. Әлгі жігіт болса көліктен түсіп, қонақ үйге кіріп кетеді. Осы кезде екеуі ақырын ғана білдіртпей, оның көлігін тексер бастайды. Ричард үстіне мініп, бірдеңе бар ма деп көреді. Бірақ көліктің артында ештеңе жоқ, бос екен. Біз қателестік дейді. Сосын енді бұлар сыртқа шыққаннан кейін не істеу керектігін жоспарлайды. Ричард осы кезде әлгі 3 ғалымға қоңырау шалмақшы болады. Жаңағы біріншісі Джим өлді ғой. Көмекшісі солай айтып береді. Екіншісі болса тірі екен. Оған Ричард ескерту айтады. Қазір бірден полиция бөлімшесіне барыңызда, сонда тығылып отырыңыз. Мен ертең келем дейді. Олардың тірі болуы қатты маңызды. Келесі күні Роско мен Чарли аман есен құтылып, жаяулатып бір кафеге барады. Осы жерде әңгімелеседі. Сонда Роско оның күйеуі Хабылдың баяғыда жұмыс істемейтінін айтады. Оған Чарли, мен оны білемін дейді. Ол енді бәрін мойындайды. Жасыратын ештеңе қалмады дейді. Я защищала семью. Но нас чуть не убили в лесу, поэтому нет смысла врать дальше. Сөйтсе кезінде Клайнер оның күйеуі Пол Хабылды жұмысына шақырыпты. Бас кезінде жақсы жұмыс ұсынады, ақшасы да жақсы болады дейді. Пол Хабыл енді есеп жағынан мықты, өзінің жұмысын біледі. Тек қана ақшаларды аудару керек. Артынан ол қандай проблемаға басын сұққанын да білмей қалады. Клайнер болса, сіз жап жаңа жалған ақшаларды аударуда куәгер болдыңыз.
Осы үшін сіз 30 жылға отыруыңыз мүмкін. Енді тек қана менімен жұмыс істейсіз. Сізде басқа амал жоқ дейді. Оны жылқылар ұстайтын жерге қамайды. Сосын оның көзінше бір жігітті әкеліп ұрып қолын іргеге шегелейді. Бұндайды көргеннен кейін ол жұмыс істеуге келісіпті. Осыны әйелі Роскоға айтып береді. Бұндай жағдайға күйеуім келісті дейді. Кейін олар бәрі сыртқа шыққанда ФБР агенті келіп тұрады. Не болды дейді. Роско болса бізді тауып алды деп қалады. Ричард болса әлгі ғалым әйелдің қаласына келіп, өзіне костюм алып, бірден полиция бөлімшесіне аттанады. Ол жердегі қызметкерлермен сөйлесіп, Стефани Касти деген әйелге келдім, мен адвокатпын дейді. Бұл жердегі жас жігіт, ол әйел қызық өзі, қоярда қоймай осында келіп алды дейді. Кейін Ричард Стефанимен жекеше сөйлеседі. Джонның інісі екенін айтады. Не білесіз, соның бәрін айтыңызшы дейді. Сонда Стефани Джонның жалған купюраларды аңдып тауып алған айтады. Тіпті Джорджия қаласына дейін барды. Сол жақта купюра істелінеді дейді. Ричард болса, демек купюра Джорджия қаласында жасалынып, жан жаққа таратылады екен ғой дейді. Ол бірден тұрып кету керек дейді. Сіз осында болыңыз, ешқайда кетпеңіз дейді. Кейін ол бері келіп, жаңағы жас полиция қызметкерімен сөйлеседі. Өзің Джек Ричард деп таныстырады. Әлгінің есімі Диас екен. Ричард болса барлығын қалай болды, сол айтып береді. Әлгі әйелді қараңызшы, оның өміріне қауіп бір. Сіз маған көмектесесіз бе дейді. Диас болса жақсы деп қалады. Ричард шығып кетеді. Бір кезде ол артынан біреудің аңдып келе жатқанын байқайды. Ричард жүгіріп қаша бастайды. Ол жігіт артынан қуып келіп еді, сонда Ричард онымен төбелесіп, қылқындырып өлтіреді. Сосын әрі қарай кетіп қалады. Осылай 5-6 сериялары аяқталады.